Қайырлы күн достар, сіздермен Гулек, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бұлбұл панкейктің рецептісін ұсынамын. Алдымен жылы сүтке бір дана жұмыртқамызды саламыз. Одан соң шым-шым ас отысын себеміз. Қант алмастырғышты кішкентай қасықпен бір қасық қосамыз. Одан соң қара қымық ұны мен сұлы ұнын салып, қамырымызды жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды майсыз, баяу отта пісіреміз. Біздің қамырымызға миксер қажет етпейді. Дайын болған панкейкіміздің үстіне шоколад пен сгущенканы баяу отта ертіп аламыз да үстіне әдемілікке себеміз. Және құлпынай қосып панкейкімізді әдемілейміз. Міне, біздің панкейкіміз дайын. Шайға дәмі тіл үйретін панкейктерді сізге ұсынамын. Дайындап көріңіздер.